Tafsirinde ne delingen eken? Fi zalikel yevmil azim. Harakatısından qarayıq. Fi zalikel yevmil azimi. Qanday kunde? Allazi sonday kunde tatazelzelu. Mına jerde baganağı zelzele yetістіктің туынды babын beripti. Бұл zelzele yüzelzil емес. Сол баптан туындаған басына тә қосылған babı ғой. Tatazelzelu silkinген кезде fihi ол күнде al-ardu. Ne istedi? Yahrucu. Çıgadı. Kim? Annasu. Qaydan? Min mevqifil hisabi. Yani yesip beru жерінен шығады дейді. Firakan top. Ne үшін? Liyushahidu көру үшін. Neni? A'malahum. Qanday amaldарды? Allati amiluha istеген амалдарын. Қай жақта? Dünya. Dünyada istеген амалдарын көру үшін топ-тобымен шығады. Енді бұл аяттың өзінің талдауында қайтадан бір көрсетіп кетейік. Мына юрауна деген етістік вообще қалай сөйлемде келеді вообще деген мағынада. Негізінде юри деген етістікті алсақ біз, ол көрсетеді ғой қыздар. Қараңыздар. Юри, осы шағы. Юри. Кім? Аллаху. Kimге дейміз, біз? Kimgesi Arapçada mef'ul bihi. Bizde болса mef'ul bihi емес. Biz kimge дейміз. Araptan onu mef'ul bihi evvel deydi. Kimge. Neni дейтін болсақ, ол екінші mef'ul bihi болады Arapçada. A'mala, ол да табыс септігінде қараңыздар. A'mala, кімнің амалдары? Олардың. Аллаху Тағала адамдарға өздерінің амалдарын, яғни адамдардың амалдарын көрсетеді. Енді юри деген етістігіміз ырқсызға айналғанда Аллаху Тағаланы уже айтпаймыз. Адамдарға көрсетіледі дейміз, біз қазақшада. Ал арабшада етістік ырқсызға айналған кезде юра деп. Онда бірінші мәф'ул бихіміз атау септігіне қойылады. Аннасу деп қараңыздар. Ал ағмалахумға тиіспейміз. Сонда ырықсыз етістікте де мәф'ул бихи бола береді арабшада. Мына сөйлем адамдарға амалдары көрсетіледі. Енді аятта адамдар сөзі алдыңғы аятта келіп кеткендіктен, төменге түсірейін, чтобы көріну үшін. Алдыңғы аятта айтылып кеткендіктен орнына не қоямыз? Замир қоямыз. Не болады онда? Юрау. Юрау. И нуны бар бұның өзінің негізінде. Мынаған плюс уна дейміз ғой. Алайда жаңа айтқанымыздай мынаның үсті сукун, яйдың, уаудың үсті сукун болғанда мынау яй түсіп қалады. Сөйтеді юрау на дейді. Алайда бұл сөйлемді аударғанда адамдар, оларға амалдары көрсетіледі. Бізде наоборот амалдары деген атау септігінде тұр. Не көрсетіледі дейміз? Біз қараңыздар, нені көрсетіледі демейміз. Ал арабшада ол мәф'ул бихи болып қала береді. Өйткені екінші мәф'ул бихи еді. Етістік ырқсызға айналса да бір мәф'улі қала береді. Енді басына бұның ли келгендіктен, ли өзі етістіктің соңын фәтха жасайтын харфтерден бірі, ли деген әріп. Бұдан кейінгі келген етістік негізінде мәнсуб болу керек. Алайда Әл-Аф'алул хамса 5 етістіктен бірі болғандықтан 5 етістіктерде нун түсіп қалу деген қағида бар. Лиюрау аъмалахум деген сөз өздеріне амалдары көрсетілу үшін. Бұл құрмалас сөйлемнің бағыныңқылы сөйлем. Не үшін? Өздеріне амал көрсетілу үшін. Негізі сөйлем мына сөйлем. Ястурун насу аштатан. Адамдар топ-тобымен шығады. Қай кезде? Сол күнде. Сол күніміз жағы жер сілкінген, жер ішіндегі сондай қатты сілкінген, ішіндегі жүкті шығарған адам не болды мына жерге деген күнде. Міне сол күнде жер Аллаху Тағаланың өзіне уахи етуімен хабарлайды өзінің хабарын. Міне сол күнде адамдар топ-тобымен шығады, келеді. Не үшін? Өздеріне амалдары көрсетілу үшін. Біздер амалдары деп атау септігінде айтсақ, арабшада ол мәф'ул бихи болып қала береді, өйткені екінші мәф'ул. Бұл екі мәф'ул оқиға несін логикасын түсіндіңіздер ме? Біраз біздің қазақшаға сәйкеспейді.
Кішкене қиындау екен, иә, ұстаз? Иә, Қиындау. ұстаз, Енді аха. бұл жай Би мен ли. арабтардың өзіне де қиындау. Иә, айтыңыздар. Кімге Ли дейміз? мен би. Иә. Ли деген Сол, сияқты ол мына қосымшалар ғой, естеріңізде ме? Ән, ли, Иә. Мансуп ликей, жасайсың, иә. иә, ликей деген қосымшалар ғой. Бұлар келген кезде етістіктің соңы негізінде фатха болу керек та. Мысалы, ликей ябуда десек, ғибадат жасау үшін дейміз да, мысалы. Ал егерде ябудуна деген етістік болатын болса, оны түсіп қалады. 5 етістіктен бірі болса. 5 етістік дегеніміз вау, яй, алиф түрінде замирлер қосылған етістіктер. Өздеріне амалдар көрсетілу үшін. Енді бұл иғрапты егер жаңағы менің түсіндірген логикамды түсінсеңіздер, қазір иғрапта да соны көрген боламыз. Яума изин өткенде де келді. Яумун зарфу заман мансуб. Ол мынау яума дегендегі мансуб. Имудаф. Муталиқ би ястур етістігімен муталиқ. Ва яумун мудаф. Ва из деген сөзіміз негізінде мәбни сөз болып қаралады. Из деген исмун мәбни фи махалли жарри мудафин илейхи. Мудаф илейхтің орнында тұр. Ва тәнуин, мына соңында изин дегендегі тәнуиніміз айуадун яда аудун, орын басқан сөз, орын толтырған сөз. Ан жүмләтин махзуфа, артындағы негізі сөйлем түсіп қалған, соның орнында тұр деп қаралады. Біз оны өткен сабақта өткен болатынбыз. Ястуру шығады, мудари етістік соңы даммамен келіп тұр, өйткені басында бір қосымша жоқ. Фәғлін мудари'ун мәрфуъун бid-дамма, ан-насу фәғил. Фәғилде де әдетте мынандай көкпен бояп жүрміз. Әштәтән хәл, пысықтауыш деді, көңіл күйді. Мен әннәс деген бастауыштың, яғни фәғілдің күйін білдіріп тұр шыққан кездегі. Қандай? Топ-тобымен. Не үшін? Ли юрау, ләм, әлләм, литтәғли, себеп үшін келген ләм дейді. Юрау, компьютермен харакаттай салғанбыз ғой. Қате харакаттапты. Юрау. Юрау фәғлін мудари, мәнсуб, бихазфин нун, нуны түсіп қалған. لأنه من الأفعال الخمسة 5 етістіктен. وواو الجماعة, мына жердегі вауымыз, бұның несі? Найбу фәғіл, өйткені ырықсыз ғой етістігіміз. Дамирун фи махалли раф'i наиби фәғіл. Наиби фәғіл дегеніміз ырықсыз етістіктің бастауышына қойылатын атау. Уәл мастар, және де бұл ән, мынаның ішінде негізінде мына лиден кейін негізінде бауырлар ішінде бір түсіп қалған ән бар деп қаралады. Осы ән мен мына етістік қосылып мастар жасайды, тұйқырай жасайды. Өздеріне көрсетілу деді ғой, бізде у деген қосымша тұйқырайға қойылады. Мысалы, оқу, көрсету, көрсетілу, өздеріне көрсетілуі үшін деген кезде сол тұйқырайды арабтар мастар дейді. Алайда тікелей көрсету деген мастар түрінде келмегендіктен, етістік және қосымша және етістік түрінде келгендіктен оған муауәл, түсіндірілген, немесе өзде сарих мастар арқылы түсіндірілетін мастар деп қарайды. Мәжрур. Неге мәжрур? Өйткені мына ли қаншалықты етістіктің алдында келіп соңын насып ететін, яғни түсіретін қосымша ретінде қаралса да, ол негізі харфуджар болып қаралады, қыздар. Бұл харфуджар, исім мәжрур қайда? Мына түсіп қалған ән мен етістік, бұлар исім мәжрурдың орнында тұр деп қаралады. Сондықтан мәжрур билләм литтәлил. Біраз тереңдеу, нөлден бастаған кісілер үшін біраз тереңдеу, біраз ілгерілеген кісілер, ілгеріде грамматиканы толық үйреніп жатсаңыздар, осы видеоларды қайталап көрген кезде түсінікті болады. Уәл жар уәл мәжрур, жар мәжрурымыз қайда? Мына харфуджар, және де мынау етістік болып тұрса да форма ретінде, ол мастар. Ішінде мына ән деген қосымша бар. Ән деген қосымша етістікті мастарға айналдырады, ал мастар дегеніміз есім. Сондықтан жар уа мәжрурымыз мутааллиқани би ясдур. Ясдур етістігімен байланысты харфуджар деп қаралады. Бисмилlah. Бұны түсінбесеңіздер, кейін қайта көрген кезде қайтадан апай мынау не еді, мен вроде бы қарадым, түсінбедім деулеріңізге болады. Әрине, көріп отырсаңыздар, әрі сарфты білуіңіз керек,
сарфтың мысалы ара юри деген етістікті білдік, ал ырықсызын да білуіміз керек деген сияқты. Негізі қағида сабақтарында бұның бәрі өтіліп кетеді, алайда таблица қанша жіктетсе де талдап үйренбеген болсақ, ол бәрібір ұмытылып қалады. Сондықтан сіздер мына сүрелерді жатқа білгендіктен я да жаттайтын болғандықтан бұл жерде әр етістікке келген кезде мынау ғой, осы сүренің ішінде осылай келді, значит осындай мағына деген сияқты. Алайда аудармасына қараған кезде жаңағы аятымыздың біраз септіктер жағынан біздікімен сәйкеспей тұр. Амалдары өзде көрсетілуі үшін, не көрсетілуі үшін? Амалдары, бұл атау септігі бізде. Арабшада қараңыздар, мәфул бихи болып тұр. Көрсетілуі үшін, көрсетілу дегенде бір тұйық құрай тұр, ал бізде етістік тұр, көріп тұрсыздар. Етістік. Қалай ол мастар болды десеңіздер, мына ли негізінде харфу жар дедік, плюс көрінбейтін ішінде бір ән бар, мастарға айналдыратын. Сол негізінде етістіктің соңын мәнсуб жасап тұрған ли емес, негізінде осы ән деп қарайтын көзқараста бар. Сондықтан мына соңындағы нунымыз түсіп қалған, негізінде нунымыз бар еді, юрауна деп, ол түсіп қалды деп түсіндірілген дейік. Әрине, яғни қайта-қайта талдаулар, қайта-қайта аяттарда мынау келіпті, значит мынандай мағынаға келіп тұр екен деген сияқты талдауларға мән берсеңіздер, ол уақытты өте келе қалыптасады. Келесі екі аятымыз бір-біріне ұқсас. Нестағиду билла. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. فَمَنْ деп не идғам жасаймыз ғой. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ тинде идғам жасамаймыз. Тин خَيْرًا يَرَهُ. Енді сонда кім тозаңның түйірінің салмағындай жақсылық істеген болса, ол оны көреді. Қарасаңыздар, болса деген бір шартты көріп тұрсыздар, иә? Алдымен сөздеріне қарайық. Амиля етістігі бұрында да келген болатын. Фәмәй я'мәл дедік. Бізде мына форма келіп тұр, көріп тұрсаңыздар, осы шақ. Алайда басындағы мән әлләзи деген мағынада емес, шарт мағынасындағы мән. Кім мынаны істейтін болса, онда мынау болады дейміз ғой. Ал бұл мән деген шарт есімінен кейін келгенде, мына соңындағы даммамыз жазым болады, мәджзум болады. Бұған фиалу шарт деп ат қояды. Яғни, мына шарт есімі болса, иза сияқты ойлаңыздар. Алайда иза өзінен кейінгі етістікті өзгертпейді, артындағы етістік тіпті өткен шақта келеді ғой. Ал мәннен кейін осы шақта өткен шақта да тұра береді, алайда мағына бәрібір келер шақ. Өйткені шарт келер шақты білдіреді. Мәй я'мәл, кім істейтін болса деген мағынада ғой. Ра'a деген етістік бұрында өтіп жүрген Наср сүресінен бастап өткен етістігіміз. Ра'a, арa'ай таллазиде келген кезде де ол жерде де айта бар еді. Арa'ай таннасы дегенде де келген болатынбыз. Бізде қазір яра келіп тұр. Алайда арабшада мына мән деген шартымыз, қыздар, мән деген шартымыз екі етістікті жәзім ететін, негізі сарт шарт қосымшалары өзі екі етістікті жәзім жасайды, екі мұдари етістікті. Негізі біздің етістігіміз яра ғой, мынауда я'мәл еді. Кім істесе мынаны, онда көреді деген шартты сөйлем ғой бұл. Мына бірінші етістікте жазым болады, екінші етістікте жазым болады. Ал соңы әлсіз етістіктің соңы сукундалғанда, ол әлсіз етіс әріп өзі түсіп қалады. Сонда яра болып қалды.